Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен Жайдарман 1-2 финал ойындары болып өтті. Жастар жылы сонымен қатар біз адал жолды таңдаймыз атты марафон эстафетасының аясында өткен нәзілкештер сайысына 10 команда қатысты. Жалындаған жастар елдің болашағы атты Жайдарман жартылай финал ойындары туралы тілші баяндап береді. Әзілкеш жастардың бойындағы өнері мен белсенділігін паш ететін аталмыш шараны аудандық жастар ресурстық орталығы ұйымдастырды. Жоғарыда атап өткеніміздей, Жайдарман 1-2 финалында 10 команда бақ сынады. Жастар маусымында Сарыағаш ауданы жастарынан Жылға ауылдық округінен Шымырбай, Қызылжар ауылдық округінен Сникерс, Дарын мектеп-интернатынан Трипл Ди, Көктерек кентінен Сезон, Жібек жолы ауылдық округінен Таңқалма, Тегісшіл ауылдық округінен Тегісшіл құрамасы, Мұхтар Әуезов мектеп гимназиясынан Жұрттың балалары, Ломоносов мектебінен Ұлы дала жастары, Сәтпаев мектеп-интернатынан Интрига, сондай-ақ Шымкент қаласынан келген комбайн командалары өзара сайысқа түсті. Жастарды бір ортаға жинаған Жайдарманды ұйымдастырушылар ойын-сауық шарасы арқылы жастардың достығы мен ұйымшылдығын арттыру басты мақсатымыз дейді. Бұл Жайдарман ойындары 14 қазан күні Сарыағаш ауданы Келес ауданынан адал жол таңдаймыз жастар марафон эстафетасын қабылдап алған болатын. Сол марафонға байланысты көптеген іс-шаралар жоспары бекітілген болатын аудан әкімінен. Сол жоспарға сәйкес адал жолды таңдаймыз жастар марафон эстафетасы аясында сонымен қатар жастар жылына орай ұйымдастырылып отыр. Жалпы бұл жердегі мақсатымыз аудандағы жастардың достық қарым-қатынасын нығайту, талантты, дарынды жастарға қолдау көрсету, әрі қарай дамыту сонымен қатар жастар жылын насихаттау болып табылады. Көңілді тапқырлар ойынында алдымен командалар таныстыру бөлімі бойынша өнер көрсетті. Әсіресе Тегісшіл құрамасында өнер көрсеткен Жайдарман ойындарының ең жас қатысушысы 5 жастағы Жанару Қошқар көрерменді тәтті қылығымен тәнті етті. Мен Қошқар Жанарумын. Мен жасым 5-те. Мен 1-ші сыныпта оқимын. Мен өскенде Тегісшіл құрамасы жұлдыз болғым келеді. Жайдарман ойнаған несімен ұнайды? Билейсің, таппақ айтасың, ән айтасың. Жайдарманның маңыздылығы бізде әзіл арқылы, күлкі арқылы астарлап, өзіміздің ауданда болып жатқан түрлі іс-шараларды, түрлі жағдайларды астарлап жеткізеді халыққа. Сондығымен ұнайды. Бұл жарысты ұйымдастырып жатқан мен жастар ресурстық орталығына алғысымды айтамын. Аудандық мәдениет үйі көрерменге лық толы болды. Жанкүйерлер белсенділік танытып, өз командаларына барынша қолдау көрсетіп отырды. Биатлон бөлімі бойынша Жайдарман сахнасында өнер көрсететін командалар 2 топқа бөлінді. Әр топта 5 команда капитандары әзілдермен айқасты. Осы 2019 жыл жастар жылы дегелі бері жастар орталығында неше түрлі акциялар, неше түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Соның ішіндегі ең беделдісі десем, осы Жайдарман ойындары. Жайдарманды мен осы жылдың басынан бері көріп келе жатырмын. Әр ойын сайын Жайдарман өсіп келе жатыр, және де бүгінгі ойында қатысқан 10 командалардың бәрі өздерінің мықты екендерін көрсете білді. Өте үлкен дәрежеде бұл Жайдарман ойыны. Жалпы бүгінгі ойын өте маған қатты ұнады. Барлық командалар сақадай сай дайындықта келген. Алда жеңген командаларға финалда сәттілік тілеймін, және де оған қоса өте алмай қалған командаларға ешқашан қайғырудың қажет жоқ. Бұл сынақ болғаннан кейін Жайдарманда бәрі де болады, жеңіс те болады. Бәрін сынды қабылдай білу керек. Жеңген командаларға сәттілік тілеймін. Ойын маған өте қатты ұнады. Мен берер бағам 5 және одан да жоғары. Финалға өту жолында бақ сынаған Жайдарманшылар ойыны жоғары дәрежеде өтті. Өрімдей жастар жиналғандарды күлкіге қарық қылып, керемет көңіл күй сыйлады. Әзілкештер сайысы соңында жастардың қалжыңын сараптаған әділ қазылар алқасы ойынды қорытындылады. Сонымен Жайдарман 1-2 финал ойындарының нәтижесі бойынша 6 команда финалға жолдама алды. Олар Трипл Ди, Таңқалма, Тегісшіл құрамасы, Жұрттың балалары, комбайн, сондай-ақ Ұлы дала жастар командалары. Біз финалға жолдама алған командаларды құттықтап, алдағы Жайдарман ойындарына сәттілік тілейміз.
Айгерім Айтбаева, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.